Жалпы қыздар, енді бүгін тақырыпты жалғастыра кетейік. Жүктілікті жүргізуді жалғастырамыз бүгінгі тақырыпта. Яғни қараңыздар. Жалпы көп әйелдердің менен сұрайтын нәрсесі, мені мысалы былай айтып жатады. Жүктілік сұрағымды қалай есептеймін? Месячныймен басқа, УЗИмен басқа, екінші УЗИде басқа айтты, үшінші УЗИде басқа айтты деген сияқты әртүрлі сұрақтармен келіп жатады. Енді біз жүктіліктің срогын екі нәрсемен ғана есептейміз. Бірінші, бұл сіздің етек кіріңіздің соңғы күнінің, соңғы келген етек кіріңіздің бірінші күнімен. Мысалы, сіздің етек кіріңіз декабрьдің 25-і бірінші күні болды ма келген, сол күнмен есептейміз, сол күні біз зачатиенің бірінші күні деп аламыз, солайша есептейміз. Және де екінші түрі бұл сіздің 10 және 12 апта аралығындағы, немесе 13 апта аралығындағы түскен УЗИңіз арқылы есептейміз. Оны арнайы программаға салып, қыздар өздеріңіз есептеп алсаңыздар болады. Негізі айфонда ондай программа жоқ, бірақ неде Samsung'та бар. Арнайы дата родов деп тұрады, мына жерде көрсетіп қойдым. Сіздер слайдтың ішінен алып көрсеңіздер болады. Дата родов деп тұрады. Сол жерден соңғы етек кір бойынша, овуляция уақыты бойынша және бірінші УЗИ бойынша есептеуге болады, қыздар, Одан жаңағы қатты айырмашылық, мысалы арасы кейбір жағдайда соңғы етек кір мен УЗИдің арасындағы жаңағы айырмашылық 2 апта, 1 апта болуы мүмкін. Одан қорқудың қажеті жоқ. Это нормально, өйткені сізде баланың бойы ұзын болуы мүмкін, сүйектері ірі болуы мүмкін. Сондықтан сондай разница болады, қыздар. Негізі етек кір мен УЗИ арасында 1-2 апта разница болады. Егер 4-5 апта 1 ай разница болса, онда УЗИге қарай біз жүгінеміз, дәлірек болады УЗИ. Енді болжамалы босану уақытын қалай есептейміз, қыздар? Болжамалы босану уақытын біз соңғы етек кіріңіздің бірінші күнінен 3 ай алып тастаймыз кері, және 7 күн қосамыз. Сол күн сіздің болжамалы босану уақытыңыз болады. Бірақ та айта кетейін, қыздар, жаңа да айта кеттім алдыңғы видеода, сіз не обязательно именно сол болжамалы босану уақытында босанасыз деген сөз емес. Оған 2 күн жетпей, немесе асып босануыңыз мүмкін. Это тоже нормально. Кейбіреулер даже ерте босанып қоюда мүмкін. Ол әйелдің қосымша ауруларына, жүктілікті қалай өткізгендігіне байланысты, баланың жағдайына байланысты. Ал егер де жүктілік ешқандай асқынусыз физиологиялық жағдайда өтсе, болжамалы босану уақытында босану мүмкін, немесе соған жетпей, немесе асып сәл босану мүмкін. Ол еш нәрсе етпейді. Енді қыздар, мен бұл жерде ұрықтың алғашқы апталарында қалай дамиды қысқаша тек қана тоқтала кетейін. Бұл сіздерге енді особо маңызды деп ойламаймын. Главное, сіздерге аурулар, қандай жағдайлар, соның барлығын емдеу туралы, профилактика туралы айтқаным дұрысырақ, Жалпы бірақ қысқаша айта кету міндетті, өйткені алғашқы мен сіздерге жаңағы фолия қышқылын айтқан болатынмын. Алғашқы 8 аптаға дейін баланың миы дамиды және жұлын дамиды, Осы кезде фолиевый кислотаны ішудің маңызы өте зор, өйткені нерв жүйесінің ақауларының алдын алады. Сіз үлгеруіңіз керек, Плацента дами бастайды, және де жүрегінің алғашқы закладкалары пайда болады, және эмбрионның жүрек соғысын біз уже 5,5-6 аптадан бастап ести бастаймыз. Кейбір әйелдер болады, мысалы 3-4 аптасында барып УЗИге түсу мүмкін, бірақ ол жерде сердцебиение көрсетпейді. Сіздерге повторно, чтобы жүрек соғысын тыңдау үшін, замерший болып қалмас үшін, яғни сондай ішіңіз ауырып сондай болып жатса, біз міндетті түрде 5,5-6 аптасында повторно қайтадан УЗИге көреміз. Өйткені баланың жүрек соғысын, эмбрионның жүрек соғысын 5,5-6 аптадан бастап тыңдай аламыз, Яғни жүрегінің закладкасы пайда болады, жүрек соғады баланың. Және де барлық жаңағы органдардың закладкалары пайда болады, яғни орны деп айтамыз, дамитын орны. Көзі, құлақ, мұрынның уже дамитын орындары дами бастайды. 9-12 апталарда уже тістің орындары тоже пайда бола бастайды. Бұл шығет сүйек тіндерінің закладка деп айтқанымыз уже орныға, сол жерге пайда болатын орындар пайда бола бастайды. Және де
13-16 аптада уже сыртқы жыныс органдары балан жаңағы ер бала болса ер баланың, қыз болса қыз баланың жыныс органдары пайда бола бастайды. Ушная раковинаның закладкасы пайда бола бастайды. Және де бұл жерде фетальный зәр бөліне бастайды. Бұл фетальный зәр туралы мен сіздерге қағанақ су кету туралы многоводие, маловодие кезінде айтатын боламын. Яғни фетальный зәр баланың өзінің зәрі болады. Сол зәрді бөліне бастайды. 17-20 апталарда уже сору рефлексі пайда болады. Қалай сор? Яғни бала қимылдай бастайды, қолдары пайда бола бастайды. Соның нәтижесінде бала қимылдайды. Именно осы моментте жүкті әйелдер баланың қимылын сезе бастайды. Как бы бүлкілдеп бір балық жыбырлап жүрген сияқты болады, яғни именно сол кезде бала соры рефлексі пайда болады және қимылдай бастайды. Қараңыздар, первородка болса, алғаш жүкті әйел болатын болсаңыз, сіз кеш сезуіңіз мүмкін, яғни 19-20 апталардан бастап. Ал егер повторно родящий, яғни бірнеше жүктілік болған әйел болсаңыз, многорожавший немесе сіз ертерек сезінуіңіз мүмкін. 17-16 апталарында олар сезіп бастайды, яғни баланың бүлкілдегенін. Енді одан кейін уже 25-28 аптасында балада сурфактант деген нәрсе бар, өкпесі, өкпесі дами бастайды, және де баланың шаштары уже өсе бастайды. Баланың орналасуы уже 33-36 аптада тұрақталады. Бала негізі қалыпты жағдайда головное предлежание дейді, баспен тазда басы жағы орналасуы керек. Егер тазовый орналасатын болса, ол кезде уже өзінің тоже патологиялары бар. Яғни ол қалай орналасады? Полный тазовый ма, или ягодичный ма, жартылай ма, сол туралы мен кейін тазовый предлежание кезінде айтатын боламын. Негізі қыздар, егер де 35-36 аптасында бала тазовый орналасса, ол кезде уже бала уже орнығып қалады. Яғни бала уже үлкен болып өсті, салмағы бар, жан-жағындағы суы несі уже прям өсетін деңгейге жетті, ары-қарта уже бала қатты қозғалмайды. Сондықтан уже тұрақталып қалады. Именно осы срокта 35-36 аптада егер бала тазовый орналасса, ол кезде уже баланың жағы айналуы қиын. Көп адамдар сұрап жатады, именно осы моментте бала айнала ма деп. 90% жағдайда бала айналмайды. Енді сіздерге ұрықтың қимылы жайлы айтатын боламыз. Жалпы жаңа айтып кеткендей, ұрықтың, яғни баланың қимылын алғаш жүкті әйел 18-19 немесе 20 апталарда сезеді. И то ол кезде бала бір ішінде балық жүзіп жүрген сияқты бүлкілдеп бастайды, бір нәрсе бүлкілдеп бастайды. Вы уже чувствуете ол кезде, первородящийлар солай кеш сезеді. Ал көп босанған әйелдер, бірнеше рет босанған әйелдер 17-16 даже сезу мүмкін, 17-18-19 апталарда, 20 апталарда сезеді. Неге ол уақытта сезеді? Өйткені баланың қолдары, аяқ қолдары жыбырлап, сол кезде дамып, сору рефлексі пайда болып, қимылдап бастайды. Сондықтан именно осы срокта біз баланың қимылын каждый посещение кезінде жүкті әйелден сұрап отырамыз, Бала қалай қимылдау керек? Бала негізі күндіз түні қимылдау керек. Бірақ та түнде сіз ұйықтаған уақыттарда немесе басқа уақыттарда баланың өзінің ұйықтайтын уақыты болады. Сіз ұйықтаған сияқты балада іште ұйықтайтын, демалатын уақыты болады. Бірақ ол максимум 90 минуттан аспау керек. Егер бала 90 минуттан көп қимылдамай қалса, сіз уже не істейсіз? Тревога надо бить. Бить надо тревогу. Неге? Сонымен қатар мынандай моменттерді учитывать ету керек. Бала не үшін қимылдамай қалады? Белгілі бір уақыттарға, не үшін қимылдамай қалады? Егер сіз көп жұмыс жасасаңыз, мысалы жұмысыңыз қарбалас жүгіріп жүрсеңіз туда-сюда, жұмысыңызда бір проблемалары болып миыңыз ашып жүрген болса, или үйдің жұмыстары көп болса, балалармен тамағын берем, шайын берем, үй жинап жүрген кезде миыңыз ашып жүрсе, или біреудің той құдалығы болып жүрген кезде миыңыз ашып жүрсе, сол моменттерде көп шаршаған кезде әйел қимылын сәл сезбей қалуы мүмкін, немесе стресске түскен кезде, уайымға батқан кезде сезбей қалуы мүмкін. Ол кезде не істейсіз? Егер 90 минуттан жоғары
көп қимылдамай қалса, на левом боку деп айтады, сол жаққа қарай жатып кішкене өзіңізді успокоить етесіз, успокоительный музыка тыңдайсыз, немесе кино көресіз. Именно сол тағы да сол моменттерде бала мүлдем қимылдамайтын болса, сіз түнгі уақыт болса скорый шақырасыз, ал күндіз болса міндетті түрде гинекологқа барып жүрек соғысын тыңдатасыз, немесе УЗИ түсесіз. УЗИге түсу арқылы баланың жүрек соғысын есту арқылы көз жеткізуге болады, что жүрек соғып тұр деп, яғни түсініңіздер ғой, сондай моменттерде кішкене баланың қимылын сіз сезбей қалуыңыз мүмкін. Бірақ та егер кейін сезіп кетсеңіз, это нормально уже, баланың ұйықтап қалған болуы мүмкін, немесе сіз көп нагрузкада жүрген болуыңыз мүмкін. Бірақ 90 минуттан көп ұйықтамайды бала, өзінің ұйықтайтын уақытында ғана ұйықтайды. Сонымен қатар қай кезде сіз қимылын сезбей қалуыңыз мүмкін. Баланың суы көп болса, многодия кезінде, және де бала ұйықтап жатқан кезде, жаңа айттым, сіз көп жұмыс жасап жатқан кезде, сол кезде сезбей қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар плацента, яғни баланың ұрық жолдасы жатырдың алдыңғы бетінде орналасса да, сіз қимылды аз сезуіңіз мүмкін. Сондай жағдайлар болып жатырса, гинекологыңызға айтып, причинасын білгендеріңіз дұрыс. Енді қазір как раз қыздарда көктем келе жатыр, жаз келе жатыр, яғни саяхаттайтын уақыттар келе жатыр. Көптеген жүкті әйелдер сұрап жатады, жүктілік кезінде ұшуға болады ма, немесе пойызбен жүруге болады ма дейді. Негізі болады, бірақ именно өзінің сроктары бар. Желательно алыс жолға шығу үшін пойызбен немесе самолетпен ұшатын болсаңыз, мүмкіндігінше 12 аптамен 28 апта аралығында ұшып немесе пойызбен жүргеніңіз дұрыс. Неге 12 аптаға дейін ұшуға болмайды, және после 29 аптаға дейін ұшуға болмайды? Өйткені именно осы сроктарда көптеген асқынулар болып жатады. Яғни, әсіресе 12 аптаға дейінгі, алғашқы 12 аптаға дейінгі срок кезінде қан кету болуы мүмкін, гематома болуы мүмкін, угроза болуы мүмкін, бала түсіп қалуы мүмкін, бала дамымай қалуы мүмкін, осындай токсикоз тяжелый болуы мүмкін. Именно осындай жағдайлар ранний срокта 12 аптаға дейін өте жиі кездеседі. Сондықтан желательно сізге ол моменттерде ұшпаған дұрыс, өйткені сізде түсік түсу қаупі болуы мүмкін, токсикозыңыз одан сайын асқынып кетуі мүмкін, және де сізге нагрузка болуы мүмкін, баланың жүрегі соқпай қалуы мүмкін деген сияқты әртүрлі ситуациялар әсер етеді. Даже сіз грипп болып ауырып қалсаңыз да, мысалы, оның барлығы балаға әсер етеді. Сосын 29 аптадан ұшуға көбінесе рұқсат бермейтін себептері, өйткені бала, егер де сізде мынандай патология болса, алдыңғы жүктілікте ерте босанып қойсаған болсаңыз, алдыңғы жүктілікте ерте су кетіп қойған болатын болса, сізде сонымен қатар ИЦН деп аталады, өзі біледі әйелдер, ицмикоцервикальная недостаточность, яғни жатыр мойны тез ашылып қоятын әйелдер болса, рубец на матке, яғни кесаревамен босанған әйелдер болатын болса, симфизит болатын болса, варикоз, геморрой болатын болса, сондай жағдайларда желательно после 30 недель ұшпаған дұрыс. Неге? Өйткені олардың асқынуы жүреді. Әсіресе әуе жолына жоғары самолетке ұшқан кезде, мысалы, алыс жолдарда ұзақ уақыт отырып қалатын болсаңыздар, жүктілік кезінде тромбоз болу қауіптілігі өте жоғары. Егер сізде варикоз болатын болса, одан сайын тромбоз болу қауіптілігі өте жоғары. Сондықтан желательно ондай сроктарда ұшуға болмайды, пойызбен жүруге болмайды. Егер прям жаңағындай показания болып тұрса, сізді белгілі бір жағдайларға байланысты, мысалы, үлкен қалаларға, перинатальный центрлерге босануға жіберіп жатса, енді ол кезде сізде гинекологтың рұқсатымен қасыңызда акушеркамен жібереді. Ондай жағдайлар мысалы бізде болады. Ауылдық жерде, именно Алматыда 4-4 уровенде босанатын әйелдер болса, біз үлкен срокта қасына акушеркасын қосып бірге жібереміз, чтобы уақытылы оған көмек көрсету үшін. Ал қалған жағдай, егер сіз қыдырып баратын болсаңыз, онда міндетті түрде гинекологтың рұқсатымен ұшуға барғаныңыз дұрыс. Ұшуға немесе пойызбен жүруге. Жаңа айттым, қандай көрсеткіш. Егер сіздің қан қысымыңыз көтерілетін болса, су кетіп қалса, ерте босану қаупі болса, қан кету, плацентаның ажырауы, кесарево сечение, ауыр дәрежелі анемия тоже қарсы көрсеткішке жатады. Кешірім сұраңыздар.
Енді бұл жерде мен сіздерге жүктілік кезіндегі жыныстық қатынас туралы енді айтайық. Жалпы мен сіздерге енді айтудан жалықпаймын. Бұл бізде, қараңыз, физиологиялық жүктілік, бұл бізде қандай жүктілік? Қалыпты жүктілік, физиологиялық жүктілік, бұл ауру емес, жыныстық қатынас. Егер де сізде қалыпты физиологиялық жағдай жүктілік өтіп жатырса, ешқандай сізде угроза, гематома, низкая плацентация, болезненность, инфекциялар болмаса, жыныстық қатынас жүктілік кезінде болады, рұқсат етілген, яғни ешқандай да патология болмаса, рұқсат етілген бола береді, Главное, чтобы өзіңізге удобный поза болса болды, Енді қарсы көрсеткіш қандай жыныстық қатынас? Ерте сұрақтарда сізде гематома болса, әйелдер біледі өзі. Прилежание плацента деп аталады, мысалы, қалыпты жағдайда баланың ұрық жолдасы оң жағында, сол жағында, мысалы, алдыңғы артқы қабырғасына орналасуы мүмкін. Егер сол жатыр мойнын бітіп жауып қалса, прилежание плацента деп аталады. Немесе былай төмен орналасса, низкая плацентация дейді. Немесе мына жерде қан үйіп қалса, гематома болса, угрозамен жүрсе постоянно әйел, ішім ауырады деп постоянно көп қыздар ранний срокта өте көп келеді. Угроза болса, су кетіп қалса, ондай жағдайларда қан қысымы қатты көтеріліп жүрген әйелдер болса, половой контакт ол кезде уақытша шектеледі, болмайды. Түсініңіздер ғой? Ол сол моментті сіздерде ауруыңызды, жүктілікті одан сайын өршітіп жіберуі мүмкін. Угроза кезінде тоже болмайды, қыздар. Енді жатыр тонусы туралы бүгін айтатын боламыз. Жатыр тонусы бұл жерде, яғни угроза. Көбінесе угроза болғанда былай сіздерге түсінікті болу үшін жалпы жатыр туралы айта кетейін бұл жерде. Жатыр, қараңыздар, мынандай бұлшық етті, мысалы, бір кусок сияқты, осындай сіздің алақаныңыз сияқты жатыр, Осы жатырыңыз сіздің жүктілік кезінде ұнандай үлкен 4 килограмм, 3,5 килограммдай бала сиятындай, жан-жағындағы суы, ұрық жолдасы сиятындай үлкен созылмалы қапшыққа айналады, Яғни ол до того сол жатырдың созылғыштығының әсерінен, эластичныйлығын. Яғни сол жатыр созылған кезде, вообще жүктілік кезінде әйелде релаксин деген гормон бөлінеді. Яғни ол сіздің созылып жатырған жатырдың ауырлығын сезінбеу үшін. Чтоб ауырсыну болмасы үшін сүйектеріңіз, мысалы, сіңірлеріңіз созылады, жатыр созылады, сондағы больді сезбес үшін релаксин гормоны бөлінеді, жатыр осылайша сонда үлкен дәрежеге дейін созылады, осылайша созылып отырады. Енді жатыр бұл бізде бұлшық етті мышечный орган болғандықтан, ол не істейді? Басқа бұлшық еттер сияқты жиырылады, яғни сокращаться етіледі. Ол қай жағдайда сокращение болады, жиырылуы мүмкін. Яғни, сіздің жатырдың тонуста болуына белгілі бір условия жасауыңыз мүмкін, сол кезде жиырылады жатыр. Ішіңіз тырысып қалады. Кішкентай сұрақтарда ішіңіз төменге қарай тартып ауыруы мүмкін. Үлкен сұрақтарда жатырыңыз же тырысып қала беруі мүмкін. Яғни, бұны жатырдың тонусы деп айтамыз. Ішіңіз тас сияқты, доп сияқты қап-қатты болып қалады, То есть это нерегулярно болады, ол кезде. Ол кезде жатыр тонусы неден болуы мүмкін ранний срокта? Половой контакттан кейін болуы мүмкін. Ауыр нәрсе көтергеннен кейін болуы мүмкін. Сізде эмоциональный нагрузка болса, яғни біреумен ұрсып қалсаңыз, біреуге ренжіп қалсаңыз, жыласаңыз, сондай кездерде, климат ауыстырған кездерде тоже ауыру мүмкін. Плюс сізде егерде жаңағындай жөтел, кейбір әйелдер ауырып қалады ғой. Сол кезде грипп болып қалған кезде жөтеле берсе, тоже за счет жөтелгеннің есебінен жатыр жиырылып тонуста болуы мүмкін. Одан кейін ультрадыбыстық зерттеу болады ғой. Мен 90%, 95%, 99% деп айтайыншы, жүкті әйел бар ғой, УЗИ-ге түскен, соның барлығында угроза прерывания беременности деп жазып береді. Неге? Өйткені УЗИ, мысалы, сіздің ішіңізді түсіру үшін былай батырып басады ғой, баланың органдарын толықтай дұрыс көру үшін. Сол кезде жатырыңыз ответный реакция ретінде тырысуы мүмкін. Тырысып қалады жатырыңыз. Содан угроза деп олар жазып береді, Сондай кезде сізде жатырыңыз тонуста болуы мүмкін.
Яғни бұл жатыр жиырылуын егер біз қалай айтамыз? Біздер 22 аптаға дейін біз угроза прерывания беременности деп айтамыз әйелдерді. 22 аптадан бастап арғарта уже 36-37-ге дейін біз примерно угроза 24 аптаға дейін угроза прерывания беременности деп айтамыз, ранний сроктарда. Ал арғарта уже біз оны 22 аптадан арғарта уже ложные схватки, яғни ай толғақ деп айтамыз. Яғни айтолғақ дегеніміз қандай? Ол туралы да тоже толығырақ айтатын боламыз. Айтолғақ кезінде ішіңіз жиі тырысып қалады, бірақ ретті толғақ жоқ. Ретті толғақ дегеніміз ішіңіздің тас боп қалғаны каждый 10 минут 2 толғақтан болып, 10 минуттың ішіне 2 толғақтан болып отырса, значит сізде регулярный схватки деген сөз. А если ол 1 сағатта 1, күніне 1 рет, немесе күніне 2 рет, 5 сағатта 1 рет болып отыратын болса, ішіңіз тырысып қалатын болса, бұл сізде ай толғақ деп аталады. Яғни өзіңіз есептесеңіз болады, яғни секундомерді қойып ішіңізге. Егер жаңағындай мен айтқандай аз аралықта болатын болса, ол ай толғақ. Егер 10 минуттың ішіне 2 рет толғақ болып қайта тоқтамастан бола берсе, ол сізде ретті толғақ, регулярный схватки деп аталады. Ол кезде сіз міндетті түрде скорый шақырасыздар. Түсінікті ғой, қыздар? Енді біз бұл жерде тағы қай тақырыпты айтамыз. Жүктіліктің ерте мезгілінде қан кету туралы. Көптеген қыз-келіншектер сұрап жатады. Менің немде де практикамда да өте көп болды. Кейбіреулердікі ранний срокта выкидышқа келді, замершайға келді, кейбіреулері благополучно беременності выносить етті. Енді ол қан кетуді қалай ажыратамыз? Негізі жүктілік кезінде қан кетеді қай уақыттарда? Қазір мен сіздерге айтайын. Жүктілік кезінде қан кетудің себептері өте көп. Біріншісі, ол неден болуы мүмкін? Біз внематочная беременности исключать етуіміз керек. Яғни, мына эмбрион жатыр түтіктермен бойымен келе жатып, жолда тұрып қалады да, сол жерде трубаларда эмбрион өсіп жатуы мүмкін. Ол өте опасный. Труба жарылып кетуі мүмкін. Ол острый заболеванияға әкеледі, яғни жедел түрде перитонитке әкелуі мүмкін, Яғни внематочно беременности исключать етуіміз керек. Егер ерте сроктарда сізде тест положительный, бірақ УЗИ түспеген болсаңыз, міндетті түрде УЗИ түсу керек, чтобы внематочно беременности исключать ету үшін, яғни эмбрионның жатырға түскеніне мән беруіміз керек. Екінші неден болуы мүмкін? Начавшийся самопроизвольный выкидыш, яғни түсік түсу қаупі болған кезде, бала уже түсік түсейін деп жатқан кезде түсіп қалуы мүмкін. Егер обильный, өте көп қан кетсе, сразу сіздер скорый шақырасыздар. Одан кейін субхориальная гематома, ретрохориальная гематома деп тұрады. Бірінші тұрған суреттегідей гематома болуы мүмкін, яғни артқы жақта үйіп қалған бөлек өзі қан. Ол үйіп қалған қан неден болуы мүмкін? Сіз какой-то травма алған кезде болуы мүмкін, оның пока себебі точно белгісіз. Бірақ сол гематома көп жағдайда сіз дұрыс күтінсеңіз, ол сорылып кетеді, немесе сізде жүктілік кезінде кровомазина болуы мүмкін, мазня болуы мүмкін, азғандай. Сол кезде скорый шақырасыз обязательно, чтобы исключить, из-за чего сізде қан кетіп жатыр, Бірақ көп жағдайда гематома сорылып кетеді. Біз міндетті түрде тек қана бақылап отырамыз. Сізге препарат прогестерона, дюфастон немесе ультражастан сияқты препараттар міндетті түрде тағайындалады. Физический және половой покой болу керек. Оно рассосется. Мен көп жағдайда рассосется. Енді 2-3% жағдайда выкидыш болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда ол сорылып кетеді. Енді низкая плацентация, яғни ұрық, жаңа мен айтқандай, ұрық жолдасы, баланың ұрық жолдасы, мысалы, мынау қынап деп есептесек, жатыр деп есептесек, ұрық жолдасы мына жерде немесе мына жақта алдыңғы артында орналасады, қай жағында болса да. Бірақ та кей жағдайда ол төмен орналасуы мүмкін, яғни мына шейка бар ғой, босанатын жақ, сол шейкаға жақын орналасқан болуы мүмкін. Сол кезде де кішкене мазня болуы мүмкін. Ол кезде де низкая плацентация көтеріледі көп жағдайда. Ол үшін сіз күтіну керексіз. Сонымен қатар
многоплодная беременность кезінде ранний срокта да болуы мүмкін, және де неполный пузырный занос. Пузырный занос деген заболевание бар, яғни ол көп әйелдерде бір 30 мыңнан бір әйелдерде кездесуі мүмкін. Яғни ол жерде ешқандай да ұрық жоқ, то есть эмбрион жоқ, бірақ ұрықтанады. Яғни ол жаңағы генетически өзгерген немесе жаңағы бір аналықты бірнеше сперматозоид ұрықтанған, сондай жаңағы эмбрион болуы мүмкін, бірақ ұрық болуы мүмкін, бірақ ішінде эмбрион болмайды. Ол уже онкогинекологқа барып тексерілетін жағдай, ол уже бөлек жағдай, пузырный занос деген. Сонымен қатар замершая беременность болуы мүмкін, яғни кровомазня болса, кровянистый выделение болса, міндетті түрде УЗИ түсіп, біз сізде замершая беременность, баланың жүрегі соқпай қалған жоқ па, дамымай қалған жоқ па, соны исключать етуіміз керек. Егер де сізде осындай симптом болса, сіз жаңағы прокладкаңызды лақтырып тастамаңыздар, қыздар. Сіздер оны міндетті түрде гинекологқа жаңағы барған кезде көрсетесіз, что сізде это доказательство того, что сізде кровомазня болды. Ол сізге сенбеуі мүмкін, немесе үйіңізге қайтарып жіберуі мүмкін, что у вас сухо деп ше. Егер сіз жаңағы кровомазня болған прокладкаңызды лақтырып тастап, новыйын ауыстырып алсаңыз, бірақ желательно, егер действительно жүктілік кезінде сондай мазня болса, оны лақтырмай гинекологқа көрсетуіңіз керек дәлел ретінде. Және де обязательно УЗИ түсуіңіз міндетті. Сосын енді әсіресе егер үлкен сроктарда, егер әйелдегі қан кетуі мүмкін, неден? Егер де әйелде жатыр мойнында эрозия үлкен болса, немесе жатыр мойнында полип болса, ол жыныстық қатынас кезінде кішкене қанауы мүмкін. Из-за этого тоже может быть. Және қанның ұю факторларына байланысты, мен айтқандай маңдағында тромбоцитопения сияқты әйелдерде ауруы болатын болса, отслойка болатын болса, қыздар үлкен срокта қан кетсе, сразу гинеколог шақырыңыздар. Бұл сіздерде қан кетіп қалса, сіз естеріңізден танып кетуіңіз мүмкін. Яғни сіз ауыр нәрсе көтерсеңіз, мына плацента, отслойка, нормально тұрған плацента орнынан ажырап кетсе, көп жағдай онда қай кезде кездеседі, кесарево болған әйелдерде өте жиі кездеседі. Әсіресе ана кесар тілігі рубецтің орнына плацента жабысып қалуы мүмкін при рождении, немесе жаңағы нормально тұрған плацента ажырап кетуі мүмкін, сол кезде қан кетеді, ол кезде сразу скорый шақырасыздар, үлкен сроктарда. Және предлежание плацента болатын болса, яғни плацента жабысып қалатын болса, ол кезде де уже сізге уақытылы көмек көрсетіп үлгеру керек. Жаңа сіздерге қыздар айттым, низкая плацентация жайлы, одан мүлдем қорықпаңыз. Единственное істейтін сіздің нәрсеңіз, ол препарат прогестерон ішу, оны сізге гинеколог тағайындайды. Сосын барып, дюфастон беру мүмкін, немесе утражистан беру мүмкін, половой и физический покой күтінесіз, аяқты көтеріп қойып жатасыз. Оно поднимется, 19-20 аптаға дейін көтеріледі. Мынау сіздерге көрсетіп қойдым, міне ұрық жолдасы қалыптыда қалай орналасқан, низкая плацентация дегеніміз қалай, және де мынау предлежание плацента дегеніміз ұрық жолдасы баланың басы шығатын жатыр мойнын толықтай жауып қалады. Бұл патологиялық жағдай, ол туралы кейін тағы да айтамыз. Жаңа қандай рекомендация, егер қан кетсе, сразу УЗИ түсу, скорый шақыру, күндіз болса өз гинекологыңызға бару. Егер де жай ғана сондай жаңағы особо қауіпті жағдайлар болмаса, половой покой, физический покой болу керек, алыс жолға шықпау керек, стрессті шектеу керексіздер, және өз-өзіңізді успокоить ету керексіздер. Қатты қорқудың қажеті жоқ. Мен сіздерге қандай патология кезінде обращаться ету керек, қай кезде қорықпауға болады, сол туралы асықпай түсіндіріп жатырмын, сіздерге. Мынау гематома деп аталады, қыздар. Яғни көріп тұрсыздар, үйіп қалған қан жиналып қалады. Астында тұрса, осылай кішкене кровомазня болуы мүмкін. Жаңа айттым, гематома неден пайда болуы мүмкін, какой-то бір физическая нагрузкадан болуы мүмкін, бір соқ қалған болуымыз мүмкін, құлап қалған, соғып алған, бір жерден. Жаңағы прогестероновой недостаточностьтан болуы мүмкін, және қан ұю жүйесіне байланысты, какой-то бұзылыстарға байланысты болуы мүмкін. Белгілер жаңағы іштің тартып қатты төмен ауруы, қоңыр немесе қызыл түсті қанды бөліністер болуы мүмкін. Енді предлежание плаценты деген нәрсе бар, қыздар. Предлежание плаценты қазір мен сіздерге көрсетейін. Мынау, міне ұрық жолдасы
жатыр мойнын толық жауып тұра, иә? Неге бұндай жағдайлар кезінде не істейміз? Қараңыздаршы, қалыпты жағдайда ертең сіз босануға барасыз, иә, 36-37 аптасын, 37-38-ден ары қарата, иә. Сол кезде сізде егер босанайын деп жатқан кезде бала мына жатыр мойнын ашылып, кеңейіп, бала басы шығу керек. Бірақ та қараңыз, мына жерде егер ұрық жолдасы баланың басы шығатын жерді жауып тұрса, ол жерден егер вдруг толғақ басталып кетсе, плацента ажырап сізде қан кетуі мүмкін. Бұл жерде сізге самостоятельный родыға баруға болмайды. Алдын ала сізді, егер сондай жағдай болып жатырса, сізді доплерографияға жібереді, арнайы кесір тілігіне сізді дайындайды. Предлежание плацента егер полный болатын болса, толығымен жатыр мойнын жауып жататын болса, сізге кесарево сечение көрсетіледі. Яғни, егер полное предлежание болса, полностью половой покой, физический покой, никакой ауыр нәрсе көтеру, ауыр жұмыс жасау, бір нәрселерді итеру, орнына қою, шкафты итеру деген нәрсе қыздар болмауы керек. Көбінесе осындай факторларға не әкеледі? Егер алдыңғы жүктілікте осындай предлежание плацента болса, второй раз тоже может быть. Кесарево сечение, рубец бар әйелдерде, көп жаңағы ұрықты многоплодная беременность деп айтады. Егіз жүктілік үшем болатын болса, сондай кезде болуы мүмкін. Бірнеше рет аборт жасатқан әйелдерде болуы мүмкін, егер әйел темекі шегетін болса. Енді біздің қазақтың келіншектері темекі шекпейді, но все-таки мына жерге жазып кеттім, Егер де қараңыз, тек қана низкая плацентация болса, ол көтерілі мүмкін. А егер полное предлежание болса, ранний срокта, бірақ кейін низкая плацентация берсе, онда уже доплерге түсіп, қатты қорқудан қажет жоқ. Ал егер полное предлежание уже үлкен срокта 30 аптада, 36 аптада беріп тұрса, ол кезде сізге уже кесір тілігі көрсетілген, қыздар, Қыздар, бүгінгі тақырыбымыз біздің аяқталды.